ішкі істер органдарында қызметтік іздестіру иттері із кесу, патрульдік, есірткі және жарылғыш заттарды іздеу бағыттары бойынша қызмет атқарады. Өрт аяқты көмекшілер қылмыстарды, оның ішінде кісі өлтіру, қарақшылық, тонау, ұрлық және есірткі қылмыстарын ашуда кеңінен қолданылады. Жақында ғана Ақтөбе облысында автокөлікті тексеру кезінде қызметтік іздестіру итімен шамамен 60 кг есірткі табылып тәркіленді. Олар қылмыскерлер мен жоғалған адамдарды, балаларды табуға көмектеседі. Осылайша 16 қаңтарда Қарағанды қаласында 3-ші сынып оқушысы жоғалды. Өзімен бірге ұялы телефоны болмаған. Алайда ит сол күні із іздері арқылы баланы тапты. Есірткі контрабандасының фактілерін болдырмау мақсатында меморандум шеңберінде тұрақты негізде Қазпошта филиалдарында пошта жөнелтілімдері тексеріледі. Бұған қоса кинолог мамандармен әуежай мен вокзалдарға, пойыздарға тексерістер жүргізіледі. Жыл басынан бері қызметтік иттердің көмегімен 575 қылмыс, оның ішінде 190 ұрлық, 16 тонау, 2 қарақшылық, 7 кісі өлтіру және 129 есірткі қылмысы ашылды. Шамамен 130 кг есірткі құралдары, оның ішінде 1 кг-нан астам синтетика алынды.